Қазақта дәм тұзың таусылмасын деген сөз не үшін айтылды? Неше мың жыл бұрын өмір сүрген ғұн түркі бабаларымыз тұзды тастамай ала жүрген. Тіптен Шыңғыс ханның сардарлары мен сарбаздарының қалтасында тұз жүретіні аңыз болып айтылады. Ендеше тұздың не кереметі, қандай пайдасы бар? Шығыс халықтарында тұзды пайдалану, тұзды тамақ және шай ішу дәстүрі әлі күнге дейін сақталып келеді. Тұз адам денесіндегі сұйықтықты сақтайды, әрі тамақтағы түрлі микробтар мен бактерияларды жояды. Ең маңыздысы, тұзсыз суды үнемі ішкен адамның қуығының басындағы май кетіп қалады да белсіздікке шалдығады дейді Мақидолла Қинаятұлы ақсақал. Ақсақалдың айтуынша дәм тұзың таусылмасын деп айтылатын бата тілектің мағынасын дұрыс түсіну керек. Дәмнің таусылуы адамның өмірден өткенін білдіреді, ал тұздың таусылуы адамның қуатының таусылғанын білдіреді екен. Осыған орай танымал аспаз Нұрболат Құрманханұлы ағамыз былай дейді: Қытайда жүргенде түрмені және қылмыскерлерді еңбекпен өзгерту алаңдарын бақылайтын әскері болдым. Сонда үнемі тәртіп бұзып төбелес шығаратын қылмыскерлерге арнайы ас мәзірі бойынша тамақ береді. Яғни 15 күн бойы тұзсыз тамақ бергенде кез келген атпал азаматтың қуаты кеміп, сідігіне сүрініп қалады. Егер тұзсыз тамақты бір ай бермесе, орнынан тұра алмай қалуы мүмкін. Бұл айтылған әңгімелерге байланысты жоғары санатты дәрігер, шығыс медицинасын зерттеуші қазақ емшілігі көп томдығының авторы Қайрат Айдархан түсінік берді. Ол: тұз дегеніміз хлорлы натрий. Егер белгілі мерзім ішінде тұз тұтынбаса, су адам денесіндегі кальцийді шайып кетеді дейді. Қайрат ағамыздың айтуынша ас тұзы адам денесіндегі кальций, калий минералдарын ертіп ағзаға сіңіреді. Егер үнемі тұзсыз су ішсе, аталған минералдар суға еріп денеден шығып кететіндіктен кальций азаяды, әрі қандағы гемоглобин төмендейді. Адам әлсіреп буыны құрайды. Дәрігердің сөзіне қарағанда, тұзды тым көп тұтынған кезде ғана ағза тағы да суды талап етеді, қанның көлемі артып, қысым көтеріледі. Сонымен бірге тұзды тым көп тұтынса, бүйректің қызметіне салмақ түсіреді. Ал адам денесіне тұз жиналу ұзақ уақыт қимыл жасамаудан, яғни терлемеуден тұздар жиылып қалады. Сондықтан үнемі жүгіріп, терлеп, артық заттарды тер арқылы шығарып тұру керек. Тұздың киесі туралы адам ағзасына келетін өте көп деген пайдасына байланысты айтылған болса керек. Мысалы, жаңа туылған сәбиді 40 күн тұзды суға шомылдырады. Сонда баланың терісі тез ширап, түрлі тері ауруының алдын алады. Сонымен бірге денедегі судың сақталып тұруына ықпал жасайды. Тұзды лайықты тұтынған адамның денесі бұлшық еттері қартайғанда салбырамайды, жиналып тұрады. Қазақта ет келгенде тұздығы қатар келеді. Алайда қазіргі жасалған тұздықтар тұз аз болатынын да ескерген жөн. Ат айтып тұрғандай, онсыз да тұздап кептірілген етті тұз салған сумен қайнатып пісірген соң тағы да тұздық құю тарихтан келе жатқан халықтың денсаулық және тағам мәдениетінің бірі. Бүгінде салаттарда сарымайды, қатықты тұздау да сол дәстүрдің жалғасы болса керек. Ана сүтінің құрамында да тұз болатынын дәлелденген. Кей адамдар көз тиіп ауырғанда отқа тұз салып ұшықтайды. Кей түркі халықтарында үйленген жасты тұзбен аластау дәстүрі әлі сақталып келеді. Сол секілді тұзды баспа, тұзды шашпа, астың дәмі келмейді тұз болмаса, үйдің сәні келмейді қыз болмаса деп айтады. Қазақта тұзды төгіп қойсаң өмірің ащы болады, тұзды тегін берсең ұрыс керіске тап боласың деген ырым тиымдар да бар.